Қалдарыңыз қалай? Тағы да бір ойыммен бөлісе кетейін деп мынау бір бизнес бастасаң, жалпы басқа ұлттарды білмеймін, именно біздің қазақтарда бизнес бастасаң да, жаңағы блог жүргізіп бастасаң да, Instagram, TikTok деген сияқты, YouTube, сені қолдайтын адамдардан көрі құлатқысы келетін адамдар көп болады екен да. И өздері жасамайды, қалай жасау керегін білмейді да. Бірақ саған ақыл айтады да, күлкі қылады, сөз қылады. Ойбай, үйтіп кет, блогер болып кетті, үйтіп кет, бүйтіп кетті. Анау не сұмдық, неге анандай видео түсіреді? Мысалы, мен өз жеке басымды айтсам, күлме, неменеге күлесің, неменеге саласың соны, не керегі бар деген сияқты. Артық сөйлеме, бүйтіп сөйлеме, сондай ақыл айтқыштар көбейеді да. Жоқ, не ақыларың бар деймін да, не ақыларың бар біреудің өмірінде. Даже сенің балаң өсті, 18-ге толды, бітті, сен ол жоған ақылың керек емес. Сен онымен жай дос сияқты сөйлесесің. Былай істесең қалай болады, мынада былай деген сияқты. 100% сен былай істе деп уже ешкімге ақылың айта алмайсың сен. Сондықтан даже қолдай алмайсың ба? Үндемей, өзі айтады ғой, Құранда да айтады ғой, жақсы сөз сөйле, болмаса үндеме деп. Сол біз үндемеу деген нәрсені көп жағдайда шатастырып аламыз ба деп ойлаймын. Мысалы, біреудің өмірін араласу, біреуге ақыл айту, тыйым салу, ондай кезде біз үндеме деген сөзді ұқпаймыз. Ол кезде айтамыз. Наоборот, бір пікіріңді, ойыңды айтып қалу керек сәтте, ол кезде үндеме болып қаламыз. Наоборот, түсінеміз негізі көп нәрсені. Мысалы, нағыз психология, нағыз даналық, нағыз сөздің кереметтілігі осы біздің ата-бабамыздан қалған ғой. Кез келген мақал-мәтелді кезінде енді мектепте бізге бір соның мағынасын ашып, бір ешкім түсіндіріп деп айта алмаймын. Бірақ қазір ойлап отырсаңыз, каждый бір мақал-мәтелді алып, бір мақал-мәтелді бар ғой, бір жыл нетуге болады, мағынасын шығаруға болады бар ғой.